Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы пиццаны дайындайтын боламыз. Пиццаны дайындау үшін ең бірінші ашытқымызды дайындап аламыз. Оған жылы суға ашытқымызды қосамыз, қантымызды қосамыз және ұнды қосып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға жылы суды дайындап аламыз. Оған қант, тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған ашытқымызды ұнға салып, оның үстінен сұйық майымызды құйып, жылы суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы жұмсақ қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз ашыды. Осы қамырдан 3 пицца жасауға болады. Мен 3-ке бөлемін. Үшке бөліп, тағы да 5-10 минут тындырып қоямын. Осы қамырдан 3 түрлі пицца жасаймын. Егер де пайдаларыңызға жарап жатса, сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып, тіркеліп лайк басып кетсеңіздер болады. Енді 3 түрлі начинкасын жасайтын боламыз. Оған бізге колбаса кетеді. Колбасаны мен дөңгелектеп тураймын. Одан кейін сырдың орнына мен сулугуниді пайдаланамын, өйткені жақсы ериді. Осылай теркадан өткіземін. Одан кейін қияр, маринованный қияр қосамын. Қиярды 4 бұрышты етіп тураймыз кубиками. Сулугуниді терканың ірі жағынан өткіземін. Одан кейін помидорымызды турап аламыз. Содан кейін майонез, кетчуп қажет болады. Бірінші пиццамызды жасаймыз. Ол бізде пепперони пиццасы болады. Ең бірінші кетчуп майонезімізді жағып аламыз. Жақсылап қасығымызбен барлық жеріне жағып шығамыз. Енді үстіне қызанағымызды саламыз. Оның үстіне сырымызды қосамыз. Енді колбасамызды қойып шығамыз. Мінекей бірінші пиццамыз дайын болды. Тек қана
духовкада пісіруіміз керек. Духовкада 240 градуста 15-20 минут қана пісіреміз. Енді екінші пиццамыздың начинкасын дайындаймыз. Оған да майонез, кетчуп кетеді. Жақсылап қасығымызбен жағып аламыз. Екінші пиццамызға қиярымызды саламыз. Бұл ассорти пиццасы. Оның үстінен помидорымызды қосамыз. Оның үстіне колбасамызды қосамыз. Содан кейін барып духовкамызға салып, 10-15 минуттай пісіреміз. Пісер алдына 5 минут қалғанда сырымызды қосып, тағы да 5 минуттай пісіреміз. Ал енді мен үшінші пиццаның начинкасын дайындаймын. Ол менде мясной пицца деп аталады. Оған да кетчуп майонезді жақсылап жағып алып, үстінен жылқының піскен етін қосамын. Үйіңізде қандай ет бар, сондай етпен жасай беруге болады, ол міндетті емес. Одан кейін маринованный қиярымызды қосамын. Помидор қосамын. Тағы да колбаса қосамын. Енді осы пиццамызды 10-15 минутта духовкаға пісіремін. Пісер алдына 5 минут қалғанда сырымызды қосамын. Мінекей пиццаларымыз дайын болды. Мынау пепперони пиццасы, колбаса қосылған. Тестасы өте жұмсақ. Мынау менде ассорти пиццасы және ет қосылған пицца. Өте дәмді болып шығады. Не бар, солай жасай берулеріңізге болады. Ең бастысы тестамыз жақсы жұмсақ болуы қажет. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, тек балаларыңызды қуантасыздар. Мінекей пепперони пиццасы өте ыстық. Бөліп көреміз. Сыры да езіліп, ағып тұр. Өте дәмді болып шығады. Тестасы жұмсақ. Осылай ыстық күйінде жеген өте дәмді. Ашытып жасасақ та өте жұқа болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі каналда кездескенше.